Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге зебра пирогының құрамы өте оңай, ең сәтті болып шығатын рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып салып, оның үстінен 200 грамм қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастай отыра, аппақ болып екі еселеніп көтерілгенше миксерлейміз. Енді оның үстіне сүтіміз бен сұйық майымызды қосып, енді бізге миксердің қажеті жоқ, жай ғана венчикпен бір рет араластырып аламыз. Мен осы миксердің басындағысын алып тастап, жай өзімен араластыра бердім. Ұнымызға разрыхлителімізді қосып, міндетті түрде ситадан өткізіп, массамызға ақырындап қосатын боламыз. Барлығын қосып болғаннан кейін венчиктің көмегімен ешқандай түйіршіктер қалмайтындай етіп жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде осындай біркелкі өте әдемі масса шығуы керек. Енді осы массаны екіге бөліп алатын боламыз. Көз мөлшерімен шамалап, теңде екіге бөліп аламыз. Бірінші массамызға 2 шай қасық ұнды саламыз, ал екінші массамызға 3 шай қасық какао салатын боламыз. Екеуін де міндетті түрде ситадан өткізіп салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша, не себепті ұнды қостыңыздар десеңіздер, мынау какао қосылғаннан кейін кішкене қоюланады да, мына массамыз кішкене сұйықтау болып қалады. Екі массаның тығыздығы бірдей болу үшін ұнды да қосып отырамыз. Диаметрі 24 см формаға осылайша сары май жағып, массаны құятын боламыз. Немесе сіздер пергамент қағазын төсесеңіздер де болады. Бірінші осылай ақ массадан бастап 3 ас қасықтан 2 рет, одан кейін 2 ас қасықтан, ең соңында 1 ас қасықтан құйып отырдым. Себебі жаңағыдай бір-бірінің үстін қатты басып қалмас үшін, ровно болып шығу үшін дәл осылай жасадым. Және де осындай шпажкамен дәл видеодағыдай 4 шетінен бірінші сызып шықтым, одан кейін терісінен 4 шетінен сызып шықтым. Сонда бізде өте әдемі көрінетін болады. Духовкамызды алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градуста 35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Піскендігі міндетті түрде шпажка тығып біліп көріңіздер. Қараңыздар, түрі қандай әдемі болып шығады. Піскен кезде де дәл осы форманы ұстап шықты. Бетіне сахарный пудра немесе шоколадты ганаш сеуіп ұсынсаңыздар да болады. Бірақ та түрінің өзі өте әдемі болғандықтан мен дәл осылай кесіп сіздерге көрсетейін деп шештім. Өте биік болып шықты. Ішінің барлығы толықтай пісіп, осылайша әдемі болып шықты. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Құрамы да өте оңай. Сіздерге видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіздің достарыңызбен Instagram, WhatsApp желілерінде бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым.